Сәлем баршаға, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Менің қазақша каналды, қазақша рецепттердің дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, қолдап, лайк басып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін біз осындай керемет үй жағдайында жасалатын, өте дәмді әрі тойымды болатын, денсаулыққа пайдалы холодец дегенді жасайтын боламын. Міндетті түрде жасап көрейік. Өте жақсы, қыстың күні әсіресе денсаулыққа өте пайдалы, біздің сүйектеріміздің қатаюына және де тұмаудың алдын алуына өте жақсы әсер етеді. Сіздерді міндетті түрде жасап, рецепт ұнаса сақтап, қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осылай өз формасын өте жақсы ұстайды, ал бірге жасайық. Бүгін біз осындай сиырдың аяғынан керемет холодец жасайтын боламыз. Ең алдымен біз холодец дайындамас бұрын осылай сиырдың аяғын, кез келген негізі жылқынынікі де болады, сиыр мен жылқының астамай күшті болады. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, қазанда жақсылап қайнататын боламыз. Кемінде бұл бір қайнап шығады. Сол қайнап шыққаннан кейін суын төгіп тастап, қайта таза су құйып қайнатуымыз қажет. Енді мен бұны қазір қатты отқа қойып бір қайнатып аламын. Осылай жақсылап бір қайнағаннан кейін енді бұл суын төгемін мен. Баяу отқа қайнататын боламыз. Осылай жақсылап қайнатқаннан кейін өзі керемет болып пісіп шықты. Біздің сүйектеріміз жақсы қайнап шықты. Мен сол қайнап жатқан кезде осылай сиырдың етінен алып салып жібердім. Қазір оны холодецке салатын боламыз. Енді мен бұны жақсылап турап, майдалап турап, сорпаға салып жіберемін. Осылайша барлық сүйектерінен ажыраған еттердің барлығын турап, керек емес жерлерін барлығын алып тастаймыз. Осылай жақсылап турап, майдалап турап аламыз да сорпамызға қайта саламыз. Сорпаға міндетті түрде чеснок және де лавр жапырағы мен сәбізді салуды ұмытпаңыздар. Неге біздің сорпамыз осылай қою болды, сәбіз, лавр жапырағы, тұз және де чеснок салып жақсылап бір қайнаттым. Мінекей осылай ыдысымызға арнайы құямыз. Кез келген ыдысқа болады. Мен осылай ыдысқа құйып, табаққа тәрелкеге төңкердім. Мінекей байқасаңыздар, формасын өте керемет сақтады, өте керемет болып шықты. Өздеріңіз әсемдік ретінде кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Мен астына кішкене горох салып жібердім. Қараңыздар, осылай шықты. Осылай әсемдікке әдемілеп сәндеп, мерекелік дастархандарға, алдағы жаңа жыл мерекесіне дастарханға сәндеп қойсаңыздар, дастарханның көркін ашады. Ал достар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ас болсын. Сіздермен болған мен, Санақ Алтынай. Назарларыңызға рахмет.